Ерте заманда адамдар мен құстардың достығы мықты болыпты. Құстар адамдардың тілін түсіне алатын болған екен. Биік тауда бүркіт өмір сүріпті. Бір күні бүркіттің қарны ашып, аулайтын аң-аңдып отырғанда, таудың биік шыңында отырып, бірақ ештеңе табылмайды. Күннің көзі бүркіттің көзіне түсіп, ол ұйықтап кетіпті. Біраздан соң құстың қанатының даусынан оянып кетеді. Қараса, қаршыға жемтігін алған екен. Сөйтіп келесі бір төбешікке барып жейін деп жатыр. Оны көрген бүркіт қатты ашуланады да қаршығаға отырған төбешікке барып, қаршығаны шұқып тастауға азық алады. Бүркіт, саған не болған екен деп? Дұрыстап сұрасаң, саған да беремін ғой еттен. Маған сенің қонақ жайлығың керек емес. Жай сенің өліп қалған аңды қалай жейтініңді көрейін деп келдім. Оның сөзіне қаршыға күледі де: Егер бұл аң өліп қалған болса, онда сен күні бойы не қарап отырдың? Мен бұл аңды көрмедім. Мен бұны емес, бір көзіммен қоянды, екінші көзіммен елікті аңдып отырған едім. Сен олардың етін жей алмайсың ғой. Жей алдың да кетті. Сасып кетпесін. Бүркіт пен қаршыға бір-бірімен қатты ұрсысып қалады. Екеуінің шуын естіп қалған барлық құстар жиналады. Құстар құстардың ханын сайлауды ойластырады. Сол хан ұрысты шешіп беруі керек болады. Құстар шықылдап, шулап кетеді. Барлығының хан болғысы келеді. Сол кезде бүркіт алға шығып: Мен сендерге хан болу керекпін. Менен де биікте самғап ұшатын ешкім жоқ. Бірақ оған құстар келіспейді. Жоқ, керек емес. Сен өте тәкаппарсың. Сол себептен де биік құзда өмір сүресің деп қарсы болады. Сол кезде жарғанат шығып: Менің хан болғым келеді. Менің қанатым сендердікіндей жүннен емес, теріден. Алыстағыны естіп қоям. Бұған көкек келіспей қояды. Жарғанаттың хан болуы мүмкін емес. Құстарға құспын дейді, аңдарға аңмын дейді. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай ұшып жүреді деп бізге ұйқы бермейді. Сендер үшін менен жақсы хан болмайды. Менің салған әніммен бүкіл жер беті және жасыл желек құлпырады. Көкектің де сөзіне құстар келіспей қояды да былай дейді: Көкек бізге хан болмайды. Ол өзінің балапандарына қарамай тастап кетеді. Осы кезде құстар арасында үлкен айтыстар болады. Әрбір құс өзін хан қылып сайлауды ұсынады. Құстар қатты шулап кетеді. Мұны естіп жоғарыда таудың басына сиқыршы қара қарға отырады. Сол кезде қарға: Ақыры бір-біріңмен тіл табыса алмайды екенсіңдер, онда сөйлемей-ақ қойыңдар. Барлығының хан болғысы келеді деп тіл қатады. Осы кезден бастап құстар адам сияқты сөйлеуден қалады. Міне, құстардың ауызбіршілігі болмағандықтан барлығы бірдей сөйлей алмай қалыпты.